Солтүстік өңірге қыс мезгілі аңдатпай тез келді. Қазіргі таңда жауған қарды тазалауға 100-ге жуық техника жұмылдырып, облыс орталығының коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде қызмет атқаруда. 18 қарашадан 19 қарашаға қараған түні солтүстік Қазақстан облысында кей жерлерде 70 сантиметрге дейін қар жауды. Ауа райының құбылмалығынан қала тұрғындары да қолайсыздық көрді. Таңертең кейбіреулер көліктерін күрекпен қазып алса, біреулері үй маңынан да шыға алмай жатты деседі. Температураның күрт өзгеруіне байланысты қала тұрғындары көктайғаққа тап болды. Естественно, люди работают. Вон, вижу, на Ленина все очищает. Снег только вышел, сразу все прочистили. Так что неплохо. Здоровье им пусть работает. Вроде справляются, как бы вовремя убирают. Ну, бывает, конечно, когда они убирают не вовремя. Потом опять снег выпадает и получается грязь. То есть она тает. Ну, так вроде справляются. Я считаю, это хорошо. Мне нравится, как очищают и убираются вовремя. Главное, что вовремя и хорошо и чисто. По поводу нас Петропавловского города постоянно идет уборка. Погоду, непогоду, люди уходят, работают. Очень приятно идти, не боимся, что споткнемся, упадем. Ну и, конечно, это под контролем вышестоящего, ну как акимата. Им тоже спасибо за это, что они думают о людях, беспокоятся за их здоровье. Облыс орталығының коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс атқаруда. Демалыс күндері қаламыздан 3000 текше метр қар шығарылды. Бұл туралы Петропавл қаласы әкімдігінің баспасөз хатшысы мәлімдеді. Демалыс күндері бізде қала бойынша қалың қар жауды. Осыған байланысты коммуналдық қызметтер жұмыстарын күшейтілген режимде жасады. Жалпы демалыс күндері бізде қала бойынша 3000 текше метр қар шығарылған болатын. 150-ден астам техникамен 200-ге тарта адам жұмылдырылды. Кешегі күні бізде кешкі уақытта механикалық тазалау жұмыстары жасалды, одан кейін қар шығарылды, және таңғы уақыттарда бізде қала бойынша құм тұз қоспасын себу бойынша жұмыстар жасалған болатын. Қысқы кезеңде барлық 300-ден астам техниканы пайдалану жоспарлануда. Қазіргі уақытта олардың саны 150-ден асып жығылады. Қажет болған жағдайда олардың саны көбейтілмек. Дайындалған құм тұз қоспасының көлемі 2,5 мың текше метрді құрайды. Азат Құрмаш, Асар Ербұлан, Первый Северный телеарнасы.